Бұл Абу Дарда, бұл Мүкәнна осы атпен аталған. Дарда деген қызы болған о кісінің. Сол Дарданың әкесі деген ат қой енді. Ал өзінің шын аты Умайр ибн Малик Ал-Хазраджи, яғни Хазраджи қабиласынан. Кана Абу Дардаи ядфау анху дуния бир-рахатайни вас-садри. Абдуррахман ибн Ауф. Абу Дарда радияллаху анху дүниені өзінен екі қолымен және көкірегімен итеретін еді дейді. Ол дегені дүние сен маған керек емессің деп дүниені тәрк қылған адам еді дегені ғой. Бұны айтқан ұлық сахабалардан болған Абдуррахман ибн Ауф екен. Нахада Умайр ибн Маликин ал-Хазраджи ал-Мүкәнна би Аби Дарда من نومه مبكرا ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته فحياه وضخمه بأنفس ما حواه متجره الكبير من الطيب ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير أهداه إليه بالأمس أحد التجار القادمين عليه من اليمن. ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره. Умайр ибн Маликин ал-Хазраджи, Абу Дарда деп лақап атпен аталған Умайр ибн Маликин ал-Хазраджи, бүгінгі кейіпкеріміз, бүгінгі сахабамыз, орнынан тұрып, ұйқысынан ерте тұрып, өзінің үйінің бір керемет құрметті жайына қойып қойған өзінің санамына, бұтына қарай келді дейді. Демек бұл кісінің, бұл сахабаның бірінші исламға дейінгі, әлі мұсылман болмағанға дейінгі өмірімен бастап атыр міне қиссаны. Орнынан тұрып, ерте үйінің ең бір құрметті төріне дегені ғой, енді ең бір құрметті орынға қойып қойған санамына келді. Оған жақсылап сәлем берді. Оны өзінің иіс су сататын дүкеніндегі үлкен иіс су сататын дүкені бар екен, хош иістер сататын. Сол иіс су сататын үлкен дүкеніндегі жақсы бір иіс сумен жақсылап тұрып майлады оны. Иісін дұрыстап, енді жахилият дәуірінде әрбір арабтың үйінде, әрбір құрметті арабтың үйінде бір санамы болатын еді. Соны майлап, хош иіс сеуіп, жақсы киімдермен киіндіріп, соған құлшылық жасайтын еді ғой. Міне, ислам қандай қараңғылықтан адам баласын жарыққа алып шыққан дін. Ол көрмейтін, естімейтін, сөйлей алмайтын, керек болса өзінен де зиянды қайтара алмайтын бір ағаштан немесе бір тастан жасалған, қашалып жасалған бір мақұлыққа, ең бір пәс, хақир болған мақұлыққа сыйынатын еді солар. Сөйтіп, оның үстіне бір қымбат баға жібектен болған бір жаңа киімді жауып қойды, әлгі бұтының үстіне. Ол қымбат баға жібек киімді кешкісін Яман қаласынан келген саудагерлер бұл кісіге хәдия қылған еді. Яғни сапардан келген бір саудагерлер қымбат баға бұл кісіні құрметтеп бір қымбат баға жібек бір киім берген болса, соны апарып құрметтеп әлгі санамына, бұтына жауып қойды бұл. Сөйтіп, біраз күн шыққанға дейін сол санамының қасында болып, күн шыққаннан кейін Абу Дарда өзінің санамын тастап, енді дүкеніне келді, сауда жасайтын дүкеніне. فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش فازور عنهم لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة فقال له الفتى الخزرجي لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما وطمأنه عليه.
Енді бұл дүкеніне келіп, енді сауда-саттық жасамақшы болып отырғаннан кейін, дүкеніне келе жатып, сол жолда Мәдина қаласының үлкен көшелерінің барлығы, үлкені бар, кіші көшелері бар, Мұхаммед алейхиссаламның артынан ерген адамдарға толып келе жататын еді. Олар Бәдір соғысынан қайтып келе жатыр еді. Олардың алдында Құрайыштардан болған тұтқындар, яғни Құрайыштан болған тұтқындарды алып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әскері, сахабалар сол Мәдинаның көшелерімен келе жатқан екен. Бұл Абу Дарда бетін бұрып, оларға қарамай сәл тұрды да, бірақ өзінің Хазраж тайпасынан болған бір жас жігіттен барып сұрады: Абдуллах ибн Рауаханың халі қалай деп. Енді Абдуллах ибн Рауаха ол кезде мұсылман болып болған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір сахабаларынан болған, бірақ бұл кісінің досы екен, қазір мына жақта айтады. Барып Абдуллах ибн Рауахадан сұрап жатыр. Сонда әлгі хазражилік жас жігіт айтты: бұл Бәдір соғысында керемет бір батырлық көрсетті. Ғанимат, мал тауып, ол соғыстан аман есен саламат қайтты дегеннен кейін бұл кісінің, Абу Дарданың көңілі орнына түсті. Не үшін енді бұл жаны жай таппады әлгі Абдуллах ибн Рауаханы сұрағанша? Мына соны түсіндірмекші. وَلَمْ يَسْتَغْرِبِ الْفَتَى سُوَالَ أَبِي الدَّرْدَاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ لِمَا كَانَ يَعْلَمُ النَّاسُ جَمِيعًا مِنْ أَوَاصِرِ الْأُخُوَّةِ التي كانت تربط بينهما ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متأخيين في الجاهلية فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء. Бұл Абу Дарда Абдуллах ибн Рауаханың халын сұрауы әлгі жігітті таңғалдырмады. Өйткені адамдардың барлығы білетін еді, бұл Абдуллах ибн Рауаха мен Абу Дарданың арасындағы бауырлық қарым-қатынастың бар екендігін. Авасирул ухува деп, бауырлық қарым-қатынас, бірін-бірін байлап тұратын, бірін-бірін қосып тұратын. Бірақ біреуі мұсылман, біреуі әлі мұсылман емес. Себебі Абу Дарда мен Абдуллах ибн Рауаха жахилият дәуірінде, яғни екеуі де әлі мұсылман емес кезінде, бір-біріне аға іні болып, бауыр болып, серт байласқан адамдар екен. Ал ислам келгеннен кейін Абдуллах ибн Рауаха исламды құшақтады, ал Абу Дарда болса исламнан бет бұрды дейді. Қараңыз, енді бұлардың арасын ислам мен ширк бөліп тастады. Құран-ы Кәримде де айтады: мұсылман адам мүшрик адаммен дос болуға болмайды деп. Мына сол жерде, бірақ бұл екеуінің арасында барлығы бәрібір сондай бір жақсы қарым-қатынас, екеуінің арасындағы исламға дейінгі де бір-біріне болған бауырлық қарым-қатынас бұлардың арасын мүлдем үзіп жібере алмаған екен. Мынау барып сұрап жатыр: ана Абдуллах ибн Рауаха не болды, өліп қалмады ма дегені ғой енді соғыста. لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك. Міне исламның қандай бір асыл дін екенін қараңыз. Сөйте тұра, бұл екі бауырдың арасындағы бауырлық қарым-қатынас үзіліп кете қойған жоқ. Абдуллах ибн Рауаха өзінің досы Абу Дарда мұсылман болмаса да, оны барып зиярат етіп тұруды өзінің мойнына алған еді. Сондағы мақсаты барып оны ислам дініне дағуат қылып шақыру, оны ислам дініне қызықтыру. Өйткені бұл Абдуллах ибн Рауаха
өзінің досы болған Абу Дарданың әрбір өтіп жатқан күніне өкінетін еді. Ол мүшрик болып өтіп жатқан күніне. Өзі мұсылман, бірақ жахилияттағы досы Абу Дарда мүшрик. Соған өкінетін еді бұл. Қатты афсус, қатты қайғыда болатын еді. Сол үшін барып тұрып, тез-тез оны зиярат қылып, оның көңілін сұрап, сен енді исламға кел, мынау өтіп жатқан күнің, мүшрик болып өтіп жатқан күнің қандай өкінішті деп барынша насихат жасап тырысатын еді. وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانه وينهاهم وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر، فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه فقال السلام عليك يا أمة الله. فقالت وعليك السلام يا أخ أبي الدرداء. فقال أين أبو الدرداء؟ فقالت ذهب إلى متجره ولا يلبس أن يعود. فقال أتأذنين؟ فقالت على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. Енді Абу Дарда өзінің дүкеніне барып, дүкеніндегі орындыққа молдасы оқып отырып жайғасып, сауда саттығын жасауға кірісіп кетті енді. Өзінің қызметшілеріне бір нәрсеге бұйырады, бір нәрседен қайтарады, ол деген ананы қыл, мынаны қыл деп отырады. Бірақ оның үйінде не болып жатқанынан бұл енді бейхабар дейді. Досы енді бір ойлағаны бар екен де досының, Абдуллах ибн Раваханың. Сол уақытта енді Абу Дарда дүкенінде сауда саттық жасап отырған уақытта Абдуллах ибн Раваха, әлгі мұсылман досы, оның үйіне келді. Өзінің досының үйіне келіп, қараса, есік ашық тұр екен. Ана үйінің шетінде, ауласының шетінде жүрген Үммі Дарданы көрді, яғни әйелін көрді. Сөйтіп сәлем берді, Аллахның құлы, сәлем болсын саған деп. Содан ол Абу Дарданың әйелі де ассаламу алейка я аха Аби Дарда деп, ей менің күйеуімнің досы, бауыры Абу Дарданың досы, саған да сәлем болсын деп сәлем қайтарды. Кейін Абдуллах ибн Раваха сұрап жатыр, ерің қайда Абу Дарда деп. Сөйтсе әйел айтады, ол анау дүкеніне кетіп еді, бірақ келіп қалар дейді. Аздан соң кеп қалар дейді. Сонда енді Абдуллах ибн Раваха, маған үйге кіруге рұқсат бересің бе дейді. Беймарал кіріңіз деп әйелі есікті ашып, жолды босатып, өзі хужрасына, басқа бір бөлмесіне кіріп, бала шағасының үйінің тіршілігімен айналысып кетті әйел енді. Ал енді сол уақытта Дахала Абдуллах ибн Равахата илал хужрати аллати вазаа фиха Абу Дарда санамаху ва ахраджа قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه به وهو يقول ألا كل ما يدعى مع الله باطل ألا كل ما يدعى مع الله باطل فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. Сол уақытта енді Абдуллах ибн Раваха өзінің досы Абу Дарда әлгі санамын бұтын қойып қойған бөлмеге кіріп, қолына алып келген балғасын алып, әлгі санамды жайлап, майдалап сындыра бастады енді. Әр ұрған сайын айтады дейді, «Әла күллі ма юд'a мa'аллахи батилун». Ей, Алла тағаламен қосылып, ғибадатта шерік болған әрбір нәрсе батыл, ол дұрыс емес, деп ананы жайлап, талқандап сындыратын еді әлгі бұтты. Сөйтіп, асықпай, бұтын жақсылап, парша-паршасын шығарып, сындырып, бөлек-бөлек етіп, ол үйді тастап шығып кетті енді. Досы жоқ кезде барып, досы болса енді алдына тұрып алып, есігінің сындырмаймын, тискізбеймін, бұтыма деуі мүмкін ғой. Сол кезде бұл біліп, барып солай
bir ulkan bir жақсы ish jasab ketdi. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجزازا ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض وجعلت تلتم خديها وهي تقول أهلكتني يا ابن رواحة أهلكتني يا ابن رواحة. Сол кезде енді Абу Дарданың әйелі әлгі санам тұрған, бұт тұрған бөлмеге кіріп таң қалды. Әлгі бұттың бөлек-бөлек болып талқандалып, жерге шашылып жатқандығын көрген кезде. Кейін екі бетін шапалақтап, енді бізде де бір нәрсеге таң қалғанда бетін шымшиды деген бар ғой. Екі бетін шапалақтап ұрып, өлтірдің ғой сен бізді Ибн Раваха, өлтірдің ғой сен бізді Ибн Раваха деп бақырып жіберді. Өйткені бұлардың сиынатын құдайын талқандап кетті ғой келіп, Абдуллах ибн Раваха. لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامة الخوف منه بادية على وجهها فقال ما شأنك؟ قالت أخوك عبد الله ابن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى فنظر إلى الصنم فوجده حطاما فاستشاط غضبا وهم أن يأثر له لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت سائرته وسكت عنه غضبه ففكر فيما حدث ثم قال لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضي معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله فكان آخر أهل حيه إسلاما. Az ғана уақыттан өткеннен кейін Абу Дарда келді енді үйіне, дүкенінен. Қараса, әйелі есіктің алдында, яғни бұты тұрған бөлменің есігінің алдында отыр екен. Қатты бақырып жылап, оның әйелінің жүзінде бір қатты үлкен бір қауіптің болғандығын білінеді дейді. Келді де бұл да қорқып, не болып қалды саған? Деп еді, әйел айтты. Ана сенің бауырың Абдуллах ибн Раваха сен жоқ кезде келіп, көрмейсің ба мына санамыңа не істеп кетті мына бұтыңа? Тасталғанын шығарып, қолын қол, аяғын аяқ қып, талқандап кетті дейді. Шында қараса, бөлмеге кіріп, бұты майда-майда болып бөлініп қалған жерде жатқанын көрді Абу Дарда. Өзі күніге оны майлап, иіс су жағып, үстіне жібек киімдерді жауып жүрген құрметті бұт еді ғой енді ол. Қараса жерде талқандалып, бөлек-бөлек болып, майда-майда болып жатқанын көрді. Сол сағаттағы енді ғазабы қайнап кетті бұның. Ашуы қайнап, ашуы шығып, ойлады, өш алсам бекен барып Абдуллах ибн Равахадан, досынан. Өш алуға ниет қылды. Бірақ ақылды адам ғой қанша дегенмен. Аз ғана ойланып тұрды да, оның өш аламын деген ойы басылып, ғазабы, ашуы басылып, болған оқиғаға фікір жүргізденді бұл адам. Кейін өз-өзіне айтты. Егер бұл бұт расында да жақсы болатын болса, өзіне келетін зиянды бұл қайтара алатын еді ғой деген ойға келді. Расында солай ғой. Мен таңғалатыным, осы арабтардың сол исламға дейінгі жахилият дәуірінде қаншама енді шарапатты, қаншама енді белгілі адамдар болды. Бірақ сол бір сөйлей алмайтын, көре алмайтын, еш нәрсеге пайдасы жоқ, я зияны жоқ, ағашқа қалай сиынып келгеніне еш ақылымыз жетпейді да біздің. Бірақ мына ақылды адам ғой бұл адам. Бірден ойлады, расында да бұл егер жақсы біз ойлағандай, біз сиынып жүргендей бір құдіретке ие болатын болса, бұл өзіне келетін зиянды қайтаратын еді ғой. Ана Абдуллах ибн Раваханың қолында балғасын тартып алып өзін ұратын еді ғой дегені ғой. Жоқ, бұл оны істей алмады. Демек бұл қандай бұт бұл? Қандай бұл біз сиынатын құдірет иесі деген пікірге келіп,
сол заматта өзінің досы Абдуллах ибн Равахаға барды. Екеуі біргелікте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына барып, Алланың діні исламға кіргендігі мойындады, жариялады. Бұл Абу Дарда өзінің махалласындағы ең соңғы болып исламға кірген адам екен. Өйткені расында да енді өзіңіз ойлаңыз, Мәдина дәуірі бұл Мекке дәуірінен кейін 10 жылдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның артынан ерген сахабалары күн санап көбейген, ислам әскері қанат жайып келе жатқан дәуір еді. Міне сол кезде ең соңғы болып сол өзінің айналасындағылардан исламға кірген адам екен Абу Дарда. Амана Абу Дардаи мунзу лахзатил ула биллахи ва расулихи иманан халата кулла зарратин фи киянихи. Дей тұрғанмен, бұл Абу Дарда иман келтірді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, Алла тағалаға иман келтірген сағатынан ақ иман оның өне бойындағы бүкіл бөлігіне араласып кеткен еді дейді. Яғни қаны да тәні де иманға араласып кеткен, сондай бір шын иман келтірген адам болды. وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه في فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروهما لأنفسهم عند الله. Ал бұл Абу Дарда өзінің ислам дініне кіріп, бұдан алдын ислам дініне кіріп, исламнан терең ілім үйренген, Алланың кітабы Құранды жаттаған, тақуа мен ғибадаттарды Алланың алдында өз нәпсілері үшін жинаған, өзінің сахабалары тапқан нәрсеге және өзінде табалмай қалған жақсылықтарға қатты өкінді. Мен де солар сияқты ертерек дінге кіргенімде ғой, мен де солар сияқты Алланың дінін үйренгенімде ғой, мен де солар сияқты тақуа мен ғибадатты Құранды бойыма жинағанда ғой, деп өкінді. Демек, өзі тәубенің де шарты сол ғой, өкіну. Бұл жерде енді ширк деген кешірілмейтін күн адам бұл кісі арылып, иман деген үлкен қазынаны қолына кіргізген кезет. Әрине өкінеді. فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. Бұл енді өзі жоғалтып алған жақсылықтарды табуға қас қылып ниет қылды. Түннің қиыншылықтары мен күндіздің қиыншылықтарын бір-біріне қосты дейді. Ол дегені күндіз түні нәпсісін қинап, құлшылық ғибадатқа шын жан-тәнімен берілді. Өзінен алдын өтіп кеткен керуенге ертерек барып қосылып алуға ниет жасады дейді. Яғни жүгіріп бара жатқан адамдарды көз алдыңызға елестетіңіз. Артында қалып бара жатқан адам бұдан әлде қайда озып кеткен адамға жетіп алсам деп барын салады ғой. Бұл да соны ойлап тұр. Менен алдын өтіп кеткен сахабаларға, діннен, Құраннан жаттап алған, ислам дінінен әбден сусындаған сахабаларға жетіп, олардың алдына түсіп кетсем деген ой бұл кісіні мазалай бастады енді. Сол үшін күннің қиыншылығы мен түннің қиыншылығын бір-біріне қосып жіберді. Күні де түні де нәпсісін қинады дегені ғой. فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل وأقبل على العلم إقبال الزمان وأكب على كتاب الله يحفظ كلماته ويتعمق فهم آياته. Бұл енді Алла тағаланың құлшылығына жалбарынып құлшылық жасауға кірісті. Илімге тура бір шөлдеген адам суға қалай ентілсе, илімге де солай ентіліп, шөлдеген адам сияқты, суға қанбаған адам сияқты ентілді. Алла тағаланың кітабы қасиетті Құранға, оның кәлималарын үйренуге, оның аяттарының мағыналарын үйренуге, жаттауға, бұл енді бар жан-тәнімен бөлді енді көңілін соған. Әкәббә дегені өзі жабысып,
bir narsening ustine qulov, so bir narseni o'zine mehkem etib ustav, o'zine lazım tutuv degan ma'nolarni beradi ekan. Bar jantanimen berildi. وَلَمَّا رَأَى التِّجَارَةَ تُنَغِّسُ عَلَيْهِ لَذَّةَ الْعِبَادَةِ وَتُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَجَالِسَ الْعِلْمِ تَرَكَهَا غَيْرَ مُتَرَدِّدٍ وَلَا آسِفٍ. Endi bu jagында keremet bu kişinin g'ibratga to'la, taqvolikqa to'la uyretmeleri var ekan, buni sonu uyreneygendi. Endi bu Abu Darda özü jasab jurgen ticaratni, savdo sattiqni aytdik-ku basında dükkanı var et deb. Solda savdo sattiqni g'ibodatning lazzatına kedergi keltiretin, g'ibodatning lazzatini bilg'aytin narsa deb o'ylab ilim meclisine meni kaldırıp koyatın boldu bul savda sattığım dep, onu oylanbastan ökünbesden tastay saldı savda sattığın. وَقَدْ سَأَلَهُ فِي ذَلِكَ سَائِلٌ فَأَجَابَهُ لَقَدْ كُنْتُ تَاجِرًا قَبْلَ عَهْدِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَسْلَمْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ التِّجَارَةِ وَالْعِبَادَةِ فَلَمْ يَسْتَقِمْ لِي مَا أَرَدْتُ فَتَرَكْتُ التِّجَارَةَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْعِبَادَةِ. Bir so'rovchi so'ragan ekan ol kisidan. Nega siz endi tijoratingizni, savdangizni tastadingiz? deb so gözde bu kisi aytgan ekan. Men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning zamonina deyin, ol degani islomga kirganime deyin savdogar bo'ldim. İslamga kirganimdan keyin men o'yladim, niyet qildim. Sol g'ibodat bilan tijoratning, savdo sattiqning arasin qo'shib birga olib juremin deb o'ylab edim. Men uchun ol durus bo'lmadi bu o'yim. Mening savdo sattig'im meni g'ibodatima kedergi keltire berdi. G'ibodatimning lazzatini bilg'ay berdi. Sol uchun men tijoratni tastab butunday Alloh taolaning g'ibodatına ko'chdim degan ekan. Vallazi nafsu Abi Darday biyadihi ma uhibbu an yakuna lil yawma hanutun ala babil masjidi fala tafutuni salatun ma'al jama'ati thumma abi'u wa ashtari fa arbaha kulla yawmin 300 dinarin thumma nadara ila sa'ilihi wa qala inni la aqulu inna Allaha azza wa jalla harrama al-bay'a walakinni uhibbu an akuna min alladhina la tulhihum tijaratun wa la bay'un an zikrillah. Sadakallah. Jane sözün jalgab aytib ketip atır. Abu Dardaning nafsi qo'lunda bo'lgan zatqa qasam deb. Ol degan Allohga qasam degani. Allohga qasam, men yaxshi ko'rmayman. O'sha kuni, ya'ni islomga kirganimdan keyin mening meshitning oldida bir dükkanım bo'lib, sol dükkanım bo'la turib meni namaz jamoatben o'qilатын namaz vaqti jo'g'altpasa degani, ya'ni jamoatben namaz o'quga da menga kedergi keltirmesi sol dükkanım. Men bemalol savdo sattig'imni jasay bersem, har kuni 300 dirham payda tapsam, men sol narsani yaxshi ko'rmayman deb turib qarangiz, so'z hali bitgan jo'q. Сөйтіп әлгі сұраушыға қарап тұрып айтып жатыр. Әлбетте мен айтамын, Алла тағала бәйді харам қылды деп айтпаймын мен дейді. Алла тағала сауда саттықты, саудамен айналысуды харам қылды деп айтпаймын. Бірақ мен жақсы көремін сондай бір кісілерден болуды. Ол сауда саттығы оны ғибадаттан бұрып, Алла тағаланың зікірінен тосып қоятын адамдардан болуды қаламаймын деген екен. Қараңызшы мына жердегі мағынаны. Дұрыс дейді. Мен пайғамбарымыздың заманына дейін саудагер болғанмын. Рас. Бірақ мен ғибадатыма кедергі келтіре бергеннен кейін ол саудамды тастадым. Бүгіндік күні мен мешіттің алдында дүкенім болса да, сол дүкенімнің болуы, сауда саттық жасауым мешіттегі жамағатпен оқитын намазға маған кедергі келтірмесе де, мен бірақ нені жақсы көремін білесіздер ме дегені ғой. Сол нәрсе мені Алланың зікірінен және менің ойымды тижарат, сауда саттық бөліп қоятын
кедергі келтіретін адамдардан болуды қаламаймын. Бірақ сауда саттық жасау харам деп айтпаймын деген екен. Ол дегені жасайтын адам жасай берсін. Алла тағала не дейді? Ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба дейді Құран Кәрімде. Алла тағала сауда саттық жасауды халал қылды, бірақ рибаны харам қылды Алла тағала. Риба дегені, пара дегені ғой, жаңа процентпен ақша алу үстінен. Оны харам қылды Алла тағала. Мәселен, мына банктерден кредит алады, ол харам. Оған жол жоқ. Міне осыны айтып тұр. Мен бұны Алла тағала сауда саттықты харам қылды деп айтпаймын. Жасайтындар жасай берсін, бірақ мен жасағым келмейді. Өйткені Құран Кәрімде аят бар. Ла тулхихим тижаратун ва ла байун ан зикрилла деген. Сол аяттағы адамдардан болып қалмайын деп мен саудамды тәрк қылдым да Алланың ғибадатына бүтіндей жан тәніммен кірістім дегені ғой. Лам ятрук Абу Дарда иттижарата фахасбу ва иннама тарака дуnya ва а'раза ан зинатиха ва зухруфиха ва ктафа минха би луқматин хашинатин туқиму сулбаху ва саубин сафиқин ястуру жасадаху. Абу Дарда тек қана тижаратын ғана тастап қоя қолған жоқ, ол сауда саттығын. Ол дүниені бүтіндей тәрк қылды. Дүниенің зинетінен, дүниенің қызықтырып тұратын нәрселерінен базгештенді ол адам. Ол қанағат қылды, тек қана бір өзінің денесін ұстап тұратын, денесіне күш қуат беріп тұратын лұқманы ғана қанағат қылды ол. Аз ғана тағамды. Және өзінің жасадын, аурот жерін бекітіп тұратын киімді киюмен ғана ауыр сондай бір дөрекі адамның үстін тырналап жіберетін киген кезде бір керемет жұмсақ жібектен тігілген киім емес әрине ол. Сол әйтеуір жасадын жауып тұратын, ауратын бекітіп тұратын киім болса, ғибадат құлшылық жасауға қуат беретін тағам болса, сомен қанағаттанды енді. فقد نزل به جماعة في ليلة شديدة القر قاسية البرد فأرسل إليهم طعاما ساخنا ولم يبعث إليهم باللحف فلما حموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف فقال واحد منهم أنا أذهب إليه وأكلمه فقال له آخر دعه فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته فرآه قد استجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يصون من برد فقال الرجل لأبي الدرداء ما أراك بت إلا كما نبيت نحن أين متاعكم فقال لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم. Мына сөздерді қараңызшы. Бір күні суық бір түнде оның үйіне бір қонақ түсті. Қонақ меймандар кеп қалды. Бір жамағат болып. Абу Дарда оларға бір ыстық тағам жіберді. Жолдан келгеннен кейін қарындарын тойдыру үшін бір тағам жіберді ыстық. Бірақ оларға жатқанда жабынатын жабыншықтар жібермеді. Үстеріне жауып жататын. Енді олар тамақ ішіп болғаннан кейін ұйқыға жатайын деп тұрып, өзара бізге жапқыш келмеді ғой, енді біз жаурап тоңып қалатын болдық қой деген сөзді айтыса бастады. Сол кезде олардан қонақтардан бірі тұрып, мен қазір барып онымен сөйлесіп келейін, неге жапқыш бермеді екен бізге деді. Сонда басқа біреу айтты, тек қойғын, енді ұйықтап қалған шығар ол десе, жоқ деп бұлардың тілін алмай, әлгі біреу оның бөлмесінің есігінің алдына барып қараса, бұл жатып қалған екен Абу Дарда. Қасында әйелі отыр. Әйел жатпаған, қасында отыр, Абу Дарда жатып қалған. Абу Дарданың да үстінде, әйелінің де үстінде ешқандай жабатын киім жоқ. Жеңіл ғана бір мата, ол ыстықтан да, суықтан да бұларды сақтап қала алмайды. Соны көріп тұрып, әлгі кісі ұялып тұрып Абу Дардаға қарап айтып жатыр.
Мен қарасам сізге біз қалай жатсақ сіз де солай жатырсыз ғой. Қайда сіздердің мал дүниеңіз, көрпе төсектеріңіз қайда? Бізге бір мата жаңа үстімізге жабынатын көрпе жібермеді деп келіп едік сізге. Қарасақ біз қалай болсақ сіздерде де жабылатын көрпе жоқ екен ғой. Қайда сіздердің мал дүниелеріңіз десе, Абу Дарда айтқан екен сол кезде. Біздің орнымыз ана жақта деп. Лана дарун хунака дегені біздің орнымыз ана жақта. Біз бұл дүниеде жинаған маталарымызды сол жаққа қарай жіберіп қоямыз деген екен. Матадан мақсат сауап амалдарымызды дегені ғой. Егер біз осы қазір тұрып жатқан мекенімізге сол жинаған мал дүниемізден бір нәрсе қалдырған болсақ сіздерге жіберетін едік қой дейді. Ол дегені, мен бұл дүниеде ештеңе жинамаймын, жоқ менде еш нәрсе. Мен жинағанымның бәрін арғы дүниеге жіберіп жатырмын. Дүниеден ақиретті таңдадым, мен дүниеден ақиретті үстін қойдым деген жауапты берді. Деп тұрып, ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كؤودا المخف فيها خير من المثقل فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز. Кейін тағы да сөзін жалғап, біле білсек әлбетте біздің ана дүниеге баратын жолымыз, ол жолда биік-биік төбешіктер көп өзі, шығу керек оған. Ал жүгін жеңілдетіп алған адам, үстінде жүгі көп адамнан гөрі жақсырақ қой. Сол үшін мен жүгімді жеңілдетіп алуды қаладым, тезірек жақсырақ жетейін деп дейді. Қараңыз мына мағынаны. Ол ана дүниеге баратын жол ол оңай жол емес, төбелер бар неше түрлі, машақатты, қиын. Жүгі жеңіл адам төбеге жеңіл шығады ғой. Жүгі ауыр адамнан, үстіне жүк толтырылған адамнан гөрі. Сол үшін мен жүгімді жеңілдеткен себебім, мүмкін мен жеңіл өтіп кетемін бе деп ойлап тұрмын деп, қандай бір астарлы сөзбен насихат жасап жатыр. Мұхиф деп, өзі қалауымен жүгін жеңілдетіп алған адам. Ал мұсқал деп, оның үстіне жүгі артылған адам, әбден күнәға батқан. Төбеге шығу былай тұрсын, тегіс жолда жүре алмай қалатын халде болатын болса, сол үшін бізде бұл дүниеде лажы барынша илім оқып, сауапты амалдарды арғы дүниеге жіберіп отыратын болсақ, біздің де жүретін жолымыз жеңіл болады. Бір ғана жеңіл жүгімізді алып, қалған жүгіміздің бәрін жіберіп қойғанбыз. Үлкен бір самолетпен бір нәрсемен жіберіп қояды, өзі көтеріп жүре алмайтын жүгін. Сол сияқты. ثم قال للرجل أفهمت فقال نعم فهمت وجزيت خيرا. Сөйтіп әлгі кісіге қарап айтып тұр, түсіндің бе деді. О сұрауда да мән бар ғой. Өйткені астарлап сөйледі ғой бұл кісі. Сөйтіп еді әлгі кісі, түсіндім. Алла сізге жақсы жаза берсін деді. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه فقال أبو الدرداء إذا رضيت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق فلما بلغها وجد الناس قد أولعوا بالطرف وانغمسوا في النعيم فحاله ذلك ودعا الناس إلى المسجد فاجتمعوا عليه فوقف فيهم وقال يا أهل دمشق أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء. Hazreti Umar roziyallahu anhu'dың, Umarul Faruq'дың халифалық дәуірінде, енді Hazreti Umar Абу Дардаға Шам қаласындағы әкім болуды ұсынды. Бұл Абу Дарда бас тартты әкім болудан. Hazreti Umar мекем тұрып алды енді. Жоқ, сен қалай да әкім болып бересің маған деп. Сонда Абу Дарда айтқан екен. Егер разы болсаңыз, мен оларға барайын Шамға. Оларға Алланың кітабы,
Rabblarının kitabı Kur'an'da үйретүү үшін, пайғамбарымыздың сүннатын үйретүү үшін және олармен намаз оқу үшін жіберсеңіз барайын, соған разы болыңыз деп Хазірет Омардан рұқсат сұрады. Кейін Хазірет Омар разы болды. Абу Дарда Димашқ қаласына барды, Шамдағы. Жеткен кезде қараса адамдардың барлығы тоқшылыққа берілген. Дүниенің нығметтеріне әбден сүңгіп кеткен. Ғибадат жоқ, құлшылық жоқ. Әбден тойып, не дейді ана, көйлегі көк, қарны тоқ, қайғы жоқ. Сондай кезде көрді адамдарды. Бұл енді қорқытты о кісіні. Сондай тақуадар, ғибадаткөй адам кеп қараса, бір мешіттен адам базарға барып қалғандай ғой енді қысқасы. Мешітке кірсеңіз, қандай адамның көңілі жай табады. Қарасаңыз, адамдар кітап оқып отыр, қарасаңыз, біреу намаз оқып отыр. Базарға барып қалсаңыз, бірде оның белгісі жоқ қой. Ұрыс, таллас, айқай, шу, біреуді біреу алдаған, біреуді біреу боқтаған. Сондай жерге барып қалғандай болды. Соған қорқып бұл кісі адамдарды мешітке шақырды енді. Адамдар бұның айналасына жиналғаннан кейін мешітке келіп, олардың ортасында тұрып айтқан екен: "Ей Димашқ әхлі, ей Димашқ адамдары, сендер дінде бауырсыңдар. Мына тұрып жатқан мекендеріңде бір-біріңе көршісіңдер. Алланың дұшпандарымен ұрыс соғыста бір-біріңе жәрдем берушісіңдер сендер." Деп арғарай сөзін жалғап кетіп жатыр. "Я әхлі Димашқа, мәлләди ямнаукум мин маваддати вал истижабати ли насихати ва ана ла абтағи минкум шай'ан, фа насихати лакум ва му'нати ала ғойрикум." Ей Димашқтың әхлі, сендерді менімен дос болудан не тосады өзі? Менімен дос болудан неге қашасыңдар деп жатыр да енді. Менің сөзімді қабыл қылудан, насихатымды қабыл қылудан сендерді не тосады өзі? Мен сендерден осы айтып жатқан насихатым үшін бір нәрсе талап қылмаймын. Маған пұл беріңдер, бір ақы беріңдер демеймін. Менің насихатым сіздер үшін пайда, ал менің ақым басқалар үшін ғой деп тұр. Ол дегені, мен насихат айтқаным үшін бір ақы сұрамаймын, менің әжірімді Алла береді. Қалай бер, дүниеде егер мен өшерге бір Амирул Мүмининнің бұйрығымен келген болсам, мен сіздерден ақы сұрап келген жоқпын ғой деген мағына. Мали ара уламаакум язхабун ва джухалакум ла ятаалламун ва аракум қад ақбалтум ала ма такаффала лакум бихи Аллаху азза ва джалла ва тарактум ма умиртум бихи. Мали аракум тажмауна ма ла таъкулун ва табнуна ма ла таскунун ва туаммилуна ма ла таблуғун. Қараңызшы мына сөздерді. Мен сіздерді көріп тұрғанымдай ғұламаларыңыз өліп кетіп жатыр. Ал надандарыңыз илім оқиын демейді, илім оқымайды. Ол деген, яна ғұламалар болса өліп кетіп жатыр. Пайдаланып қалсаңдаршы. Қарасам, ғұламаларың өліп кетіп жатыр. Жәхілдерің, надандарың илім үйренбейді. Мен қарасам, сіздерге Алла тағала өзі кепіл болған нәрсеге сіздер жүріп, Алла тағала сіздерге бұйырған нәрсені тәрк қылып жатырсыздар дейді. Ол дегені, Алла тағала бізге неге кепіл болды? Ей пендем, ризқыңды беремін деді. Дүниенің ғамын жемегін сен, ақыреттің ғамын жегін. Мен сонда сенің дүниеңді де ақыретіңді де реттеп қоямын деп Алла тағала өзі кепіл болды бізге. Соны айтып жатыр. Мен қарасам, сіздерге Алла тағала өзі кепіл болған нәрсеге жүгіріп барып атсыңдар. Яғни дүниеге әбден беріліп кетіпсіңдер. Бірақ бұйырылған ғибадат құлшылықтан қашып жатырсыңдар. Бұл қалай өзі? Дегені ғой. Және мен сендерге қарасам, көріп тұрмын мен сендерді, өздерің жемейтін нәрсені жинап атырсыңдар ғой дейді. Адамның көзі аш болып қалса сондай екен ғой. Үйінде продукт тұрса, жоқ ертең аш болып қалам ба деп тағы да үйіп алып келіп қояды. Бір ертеңін білмейді ол. Соны жейма, жемейма. Бір кездері адамдарда сондай болған екен. Анау қымбаттайды, мынау қымбаттайды деп үйлеріне жинап, бірақ шіріп кетеді ол.
kişirip ketedi. Және қарасам сендер өздерің тұрмайтын нәрсені құрып соғып жатсыңдар дейді. Ол дегені үлкен үйді соғып жатсыңдар, ода мәңгі тұрмайсыңдар ғой дегені ғой. Қарасам сендер жете алмайтын нәрсені армандап жатырсыңдар. لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. Сендерден алдыңғы өткен қауым да осылай жинайтындарын жинап еді. Жете алмайтын нәрселерін армандап еді. Бірақ олардың армандары жалғанға шықты. Олардың үйлері қабырға айналды. Хадихи адун я ахла Димашқ қод малатил арда малан ва валадан фаман яштари минни тариката адин ал-яума бидирхамайни. Анау ад деп анау Худ алейхиссаламның қауымы өте үлкен. Худ, Ад, Самуд деген қауымдар өткен. Жер бетін малға толтырған, бай, күштері көп. Сол қауымдарды айтып жатыр да. Ей Димашқ әхлі, анау өткен Ад қауымын естерің алыңдар. Олар жер бетін мал, балашағамен толтырған. Бізді Алла Тағаланың азабы ала алмайды. Біз ешкімге де бой бермейтін адамдарымыз деген Ад қауымы қайда қалдылар? Кәні сол Ад қауымының артында тастап кеткен нәрсесін егер бір мирас қалдырып кеткен болса, менен соны 2 дирхамға сатып алатын адам бар ма деді. 2 дирхам деген ол бұл жерде әбден жерге ұрып айтып жатыр ғой. Солардан егер бір мал дүние қап кеткен болса, қараңдар, бар ма өзі? Соны маған 2 дирхамға сатып алатын адам бар ма іштеріңізде деді. Жоқ, қаған жоқ іштеңе дегені ғой. فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد. Адамдар жылап қатты бақырып, анау мешіттің сыртынан да олардың жылаған қатты дауыстар естіліп жатты сол кезде. ومنذ ذلك اليوم توفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق. Сол күннен бастап Hazreti Abu Darda разияллаху анху Димашқ қаласында адамдарға мәжілісті үнемі жасап тұратын еді. Яуму дегені ятараддаду ала мәжалисин нас. Яғни азанда да кеште де мәжіліс жасап адамдарға барып келіп тұратын еді. Ва ятуфу би асвақихим фаюджибу саила ва юаллиму al-jahila ва юнаббиху al-ghafila mughтаниман кулла фурсатин мустафидан мин кулли мунасабатин. Керек болса тек қана мешітте ғана шектеліп қалмай, сол Димашқтың базарларына да әдейі шығатын еді. Сұраған адамға жауап беретін еді. Білмейтін адамға үйрететін еді. Алланың дінінен, Алланың зікірінен ғафлатта жүрген адамға оятатын еді ол адамды. Ғафлат дегенде дүйхуда жайбарақат жүрген адам дегені ғой. Әрбір сәттен ғанимат біліп, әрбір сәтті пайдаланып, әрбір кездескен адаммен болған мәмілені бір пайда талап қылып, осы бір адаммен кездесіп сөйлесіп қалсам, содан бір пайда болып қалар. Мен себептен сол адам дінге кіріп қалар. Мен себептен ол адам ғибадатқа беріліп қалар деп, әрбір сәтін жақсы пайдалана білді. Сіздермен біздер солаймыз ба? Біз қашамыз? Біреуге бізден бір нәрсе сұраса, қарап тұрып, қараңызшы, солаймыз ба біз? Базарға шығу былай тұрсын, мешітімізге келген адамдарға, біздің имамдар, біздің тәләбаларымыз, біздің жамағатымыз бір нәрсе жауап беруге біз бір сұрақ қойып көрейікші өзімізге, кішкентай ғана. Кішкене өз нәпсімізбен өзіміз сөйлесіп көрейікші. Біз де осы адамдардың қасында адамбыз деп жер басып жүрміз. Біз де осы адамдар өткен дінді ұстанып жүрміз. Біз де осы адамдар тастап кеткен ла илаха иллалла деген кәлиманы айтып жүрген адамдармыз. فها هو ذا يمر بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه فأقبل عليهم وقال ما الخبر؟ قالوا رجل وقع في ذنب كبير. قال أرأيتم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تخرجونه منه؟ قالوا بلى.
Qala la tasubbuhu wa la tazribuhu wa innama izuhu wa bassiruhu wa ahmadullah alladhi afakum min al-wuqu'i fi dhanbihi. Qalu afala tubghizuhu qala innama ubghizu fi'lahu fa idza tarakahu fa huwa akhi fa akhadha ar-rajulu yantahibu wa yu'linu tawbatahu. Nan qarаңызшы мына сөздерді. Bir күні bir жамағаттың қасынан өтіп бара жатып Абу Дарда қараса әлгі жамағат жиналып алып бір адамды ұрып жатыр. Сөгіп, ұрып, боқтап, теуіп жаңағы адамды. Олардың қасына барды да, "Ей, не болып қалды? Хабар беріңдер маған" деп. Сөйтсе адамдар, "Мынау адам бір күнә жасап қойған екен. Сол үшін ұрып жатырмыз бұны" деді. Сонда Абу Дарда, "Ей, қалай ойлайсыңдар, егер бір адам құдықтың ішіне түсіп кететін болса, сендер оны шығарып аласыңдар ма сол құдықтан?" Әлгі адамдар, "Иә, шығарып аламыз бір адам құдыққа түсіп кетсе. Олай болатын болса, бұл адамды сөкпеңдер, бұны ұрмаңдар. Оған сендер уағыз айтыңдар. Оның көзін ашыңдар. Аллаға сендер хамды санайтыңдар, сол күнәға өздеріңді түсіріп қоймай. Сол күнәдан сендерді сақтап қойған Алла Тағалаға хамды санайтыңдар. Бұл адамды ұрмаңдар" деді. Ол дегені, бір адам күнә жасап ататын болса, оны сөгуден алдын сен оған бір насихат жасағын. Аллаға хамды айтқын. "Я Алла, мені сол күнәға қылдырмағаныңа, мені сол күнәні жасаудан сақтап қойғаныңа шүкір" дегін. Деп тұрып, бұл әлгі ұрып атқан адамдарға кішкене кейістік білдірді. Сонда әлгі адамдар таң қалды ғой, бұл өте тақуадар адам, күнә жасаған адамға неге бұл бүйтіп жатыр екен деп. "Сонда сіз бұған ғазап қылмайсыз ба?" деді. Сонда бұл кісі болса, "Әлбетте мен бұл қылған күнәсіне ғазап қыламын, бірақ ол күнәсін тастасам бұл менің бауырым ғой" деді. "Неге мен ғазап қылуым керек? Егер күнәсін жасап тәубе қылса, бұл менің бауырым" деді. Сол сөзді естіп тұрған жігіт, әлгі күнә жасаған адам қатты жылап, сол сәтте-ақ өзінің тәубе қылғандығын жариялады. Міне насихат. Міне насихат. Адамдар күнәда жүрген басқа адамдар тұрмақ, өзінің әке-шешесін де ұруға дайын қазір. Өзі кішкене исламға кіріп қоса болды. Барып тұрып, "Сен неге намаз оқымайсың, сен неге үйтпейсің, сен неге бүйтпейсің" деп әке-шешесін де ренжітуге дайын тұр адамдар. Бұл адам қайда жоқ бір танымайтын адам жайлы не деп тұр? "Тәубе қылса ол менің бауырым ғой, ұрмаңдар, сөкпеңдер. Одан да оны сендер құдықтан шығарып алмайсыңдар ма?" Күнәға батқан адамды ана құдыққа түсіп кеткенмен теңестіріп жатыр да. وهذا شاب يقبل على أبي الدرداء ويقول: "أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم." فيقول له: "يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء." Әлгі жігіт Абу Дардаға келіп: "Я Расулуллахтың сахибі, маған насихат айтыңызшы" деді, "өсиет айтыңызшы" деді. Сонда Абу Дарда әлгі жігітке қарап тұрып: "Сен Алланы кеңшілік уақытта зікір қылғын, есіңе алғын Алла Тағаланы. Өзіңде кеңшілік болып тұрып, Алланың нығметіне бөленіп тұрған уақытта сен Алланы есіңе алғын. Қиыншылық кезде Алла сен есіне алады сол кезде" деді. Біз керісінше пенделер қиыншылық кезде ғана еске алады. Оңайшылық кезде бәріне өзі жетіп атқандай, бәрі тура бір мал дүниесі барлығы даладан тауып алғандай, Алланы еске алмай жүреді да, басына бір қиыншылық түсіп қалса, "Я Алла, не қылдым мен, не үшін мына қиыншылық келді менге" деп, маған деп таңғала қалады. "Я бунайя, күн алиман ау мутааллиман ау мустамиан, ва ла такунир рабиа фатахлака." Ей балапаным, ей балам, арғай сөзін айтып, "Сен алым болғын оқып. Егер алым бола алмасаң, сол алымнан дәріс алатын мутааллим шәкірті болғын. Шәкірті де бола алмасаң, сен бір еститін, алымдардың сөзін еститін, Алла Тағала сені бақытты адамдардан қып қойған адам болғын. Сен енді төртіншісі болып қалмағын, онда өлесің" деді. Ол дегені, сен надан болып қалмағын, я алым болмасаң, я мутааллим болмасаң, я сен сол алымдардан барып сөзін естетін, насихатын естетін адам болмасаң. Тағы бір риуаяттарда келеді, "Ау мухиббан" дейді.
Сен сол алым болмасаң, алымнан барып дәрс алатын адам болмасаң, алымның сөзін еститін адам болмасаң, сырттай болса да сол алымдарды жақсы көріп жүретін адам болғын, махаббатты адам болғын. Вала такунил хамисата фатахлака дейді. Бесіншісі болып қалмағын дейді ол жерде. Яғни ол төртіншісі болса да, бесіншісі болса да, бұл жердегі мақсат жахил надан болып қалмағын, онда өлесің дегені ғой. Я бунайя лиякунил масджиду байтак. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد بيت كل تقي وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل. Ey balam, mana nasihat aytib жатыр. Birinchi nasihati, sen kengchilik vaqtda Allohni esga olsang, Allah seni qiyinchilikda esine aladi dedi. Екінші насихаты әлгі айтқан алым бол, мутааллим бол, алымдардың сөзін естетін бол. Төртіншісі надан болып қалмағын өлесің деп тұрып, мына тағы да насихатын айтып жатыр. Ей балам, сенің үйің мешіт болсын деді. Сенің үйің мешіт болсын деді. Өйткені мен Расулулла саллаллаху алейхи ва салламнан естіген едім. Пайғамбарымыз айтатын еді, мешіттер әрбір Құдайдан қорқатын тақуадар адамның үйі дегенін естіген едім. Ол дегені Құдайдан қорқпайтындардың үйі емес мешіт. Алладан қорқатын тақуадарлардың үйі мешіт дегенін естіген едім. Алла тағала мешіттерді өздерінің үйі қылып алған адамдарға кепілдік берді. Оларға рахмат, сирот көпірінен Алланың разылығымен өтіп кетуге, рахат кеңшілікті оларға беруге уәде етті. Алла тағала кепіл болды. Сол үшін сенің үйің мешіт болсын деген екен әлгі жігітке. وهؤلاء جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين فيقبل عليهم ويقول يا بني صومعة الرجل المسلم بيته يكف فيه نفسه وبصره وإياكم الجلوس في الأسواق فإنه يلهي ويلغي. Ал енді анау бір отырған, жолдың бойында отырып алған жас жігіттерге барып тұрып, яғни өзара сөйлесіп өтіп жатқан адамдардың үстінен күліп, соларға қарап отырған жігіттерге барып тұрып айтты дейді. Бекер отырған, не істерін білмей отырған адамдардың, жас жігіттердің алдына барып айтты дейді. Бұрылып барып, жүреді екен де бұл кісі, қаланы аралап, базарға барады, мешітке барады. Ей балам, еркек адамның саумаға деп ғибадат қылатын орны, ол оның үйі. Бірден ол адамдарды мешітке деп айтпады да, насихатты қараңыз. Еркек адамның отыратын, ғибадат қылатын орны ол үйі. Сол үйінде ол өзінің нәпсін және өзінің көзін тияды басқа жаман нәрселерден. Біреуді ғайбат айтпайды ол үйінде отырып. Сендер базарларда отырып алып, біреулердің үстінен әңгіме айтуды доғарыңдар. Өйткені бұл нәрсе сендерді бір керек емес, бір бос нәрселермен машғұл қылып қояды. Сендердің уақыттарыңды бекерге өткіздіріп қояды. Алланың зікірінен тосып қояды. Сол үшін үйлеріңе барып алып, тыныш қана ғибадат жасап отырмайсыңдар ма? Неғып мына көшеде отырып алып, өсек айтып, ғайбат жасап отырсыңдар деген екен. وفي أثناء إقامة أبي الدرداء بدمشق بعث إليه واليها معاوية ابن أبي سفيان يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد فأبى أن يزوجها له وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضي دينه وخلقه. Мына жерде бір керемет, сізбен біздің өмірімізде кездесетін бір жағдайларға насихат айтып кеткен екен. Сол Абу Дарда Димаш қаласында тұрған уақытында, сол Димаш Шамның уәлисі болған, кейін халифа болған мына Муавия ибн Аби Суфиян, Абу Дарданың қызы Дарданы өзінің баласы Язидке қолын сұрап барған екен. Яғни қызың Дарданы менің балам Язидке беріңіз деп, саушы қылып хабар жіберген екен. Уәлисі, Шам қаласының уәлисі. Сонда қызын әкімнің баласына беруден бас тартқан екен Абу Дарда. Сөйтіп, мұсылмандардан болған, қарапайым мұсылмандардан болған бір жас жігітке қызын тұрмысқа берген екен. Яғни оның дініне, оның мінез құлқына разы болып,
musulmonlardan bo'lgan bir jas bir qarapayım jigitga qizim bergan ekan. Endi qarаңыз. Fasara zalika finnas wa ja'alu yaquluna khataba Yazid ibn Muawiyah bint Abi Darda faraddahu abuha wa zawwajaha li rajulin min ammatil muslimina. Fasa'alahu sa'ilun an sababi zalika faqala innama taharraytu fima sana'tuhu salaha amri Darda. Faqala wa kayfa? Faqala ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطف لاؤها البصر أين يصبح دينها يومئذ. Сол кезде адамдардың арасында гу-гу әңгімелер жүріп кетті. Олар айтатын еді, анау Шамның әкімі Муавияның баласы Язид Абу Дарданың қызын некелесуге сұраған екен, оның әкесі бермей қойыпты. Сөйтіп оны бір мұсылмандардан болған бір кісіге, қарапайым ғана бір кісіге үйлендіріпті деген сөз жүрді қаланың ішінде. Сонда бір сұраушы келіп, соның себебінен сұраған екен бұл кісіден. Неге қызыңызды әкім сұрап тұрған болса баласына неге бермедіңіз деп сұраса, оған айтқан екен, менің бұл қылған нәрсемдегі қылған ниетім ona Darda қызым үшін жақсы болатын нәрсені ойладым мен деген екен. Сонда әлгі адам таңғалып, "Кайфа" дейді ғой. Қалайша? Қайта қызыңыз әкімнің баласына барса, ол рахат өмір сүрмей ма дегені ғой енді. Әкесі болса айтады, "Жоқ, мен қызыма жақсы болатын нәрсені қылдым, соны ойладым" дейді. Сонда әлгі адам таңғалып, "Қалайша" дегенде жауабын қараңыз. Сен қалай ойлайсың? Дарданы, яғни менің қызымды. Егер ол оның алдында бір қызметшілер жүгіріп қызмет қып жүрсе, ол өзін бір сарайдың ішінде, жаңа маржан тастар жалтыраған сарайдың ішінде отырып, сол байлық оның көзін көр қып қойса, оның діні сол кезде қайда қалады деген екен. Міне, әрбір қызының болашағын ойлаған әке, қыз бала-шағасын, немесе баласын бір байға, немесе бір дүниемен алданып қалу үшін, балам ертең жақсы болсын, бір жағдай жақсы біреуге тұрмысқа берейін, немесе бір жақсы бір жерден бір қызымды алайын деп, тек қана байлықты ғана мақсат тұтып, баласы мен қызын үйлендіретін болса, ол өте қате. Бірінші дініне, құлқына, мінезіне қарасын, тегіне қарасын. Әрине бай болып жатса, ол нұр үстіне нұр. Байлықты қайтарған жоқ ислам діні. Бірақ тек қана байлығын ойлап, сән салтанат алдында қызметшілер жүгіріп жүрсе, онда мен қызымның діні қайда қалады ол кезде деген екен. Аз ғана қалды. وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلا فدفع الباب فإذا هو بغير غلق فدخل في بيت مسلم لا زؤل فيه فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه. Сол Абу Дарда Шам қаласында тұрған уақытында мүминдердің әмірі болған Хазіреті Умар разияллаху анху оның жағдайын біліп кету үшін келген екен. Сол өзінің досы сахибі Абу Дарданың ахуалын біліп кету үшін іздеп келген екен. Бір түнде келді. Есікті итеріп көрсе, есік жабық емес екен Абу Дарданың үйі. Қараңғы үйге кірді, жарығы жоқ. Жарығы жоқ, қараңғы үйге кірді Хазірет Омар. Абу Дарда бір адамның келгенін естіп, орнынан тұрып, сезіп, Хазірет Омар екенін көріп, сәлем беріп, оны отырғызды. Екеуі сөз айтып отыратын еді бір-біріне. Бірақ қараңғылық сондай, жағатын үйінде шамы жоқ әлгі кісінің. Қараңғылық сондай, бір-бірін көруге екеуін қараңғылық көздерін тосып тұр еді дейді. Ол дегені көрмейтін еді қараңғыда бір-бірін. Фажасса Умару висада Аби Дардаи фаида хуа барзагатун ва жасса фирашаху фаида хуа хасан ва жасса дисараху фаида хуа кисаун рахиқун
la yaf'alu shay'an fi bardi Dimashqa. Сол кезде жайлап Hazret Omar енді көрмейді ғой бір-бірін. Абу Дарданың отырған төсегін сипалап көрді дейді. Қараса жануардың үстіне тасталатын тоқымда отыр екен. Қолын тырналап кеткен ғой. Мынау барзаға деп кисаун юлқа ала захри даббати дейді. Мінетін көліктің үстіне төселетін нәрсе енді ол бізде тоқым ғой. Оның жатқан төсегін сипалап көрсе, ол тас, майда тастар жатқан жері. Оның үстіне жабынатын жабынғыш көрпесін сипалап көріп еді, бұлай жұқа ғана бір мата ол. Мына Димашқының суығында ол еш нәрсе істей алмайды, яғни оны суықтан қорғай алмайтын. Жатқан, отырған төсегі, бөстегі тоқым, жатқан жері майда тастар, үстіне жабылатын жұқа ғана бір киім. Фақала лаху рахимакаллах алам уасси алайка алам аб'ас илайка. Сонда рахмы кеп кетіп, аяп кетіп, Алла сені рахметсін, ей Абу Дарда. Саған мен бір кеңшілік жасап, бір нәрсе жіберейін. Кішкене байтул малдан бір көмек берейін дегені ғой енді. Фақала лаху Абу Дарда атазкуру я Умару хадисан хаддасанаху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Қала ва ма хуа. Қала алам яқул лиякун балагу ахадикум мина дуния казади ракибин. Қала бала. قال فماذا فعلنا بعضه يا عمر فبكى عمر وبكى أبو درداء وما زال يتجاوبان بالبكاء حتى طلع عليهما الصبح. Сонда Абу Дарда Хазрет Омарға қарап тұрып, ана бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның айтқан бір хадисін есіңе алшы, ей Хазрет Омар деді. Сонда Хазрет Омар, ол не еді деп сұрады. Сонда Хазрет Абу Дарда пайғамбарымыз айтпап еді, сендердің әрбіріңнің дүниеден болған жететін нәрсесі ол тураны жолаушы мүсәпірдің жүгіндей ғана болсын деген еді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам. Сендердің бұл дүниедегі әрбіріңнің жинаған мал дүниең жолаушының жүгіндей ғана болсын деп еді ғой. Ал енді соны есіңе аласың ба деп еді. Хазрет Омар, иә, есімде деді. Сонда сұрақ қойды Хазрет Омарға. Ей Омар, пайғамбарымыздан кейін біз не істеп жердік деді. Біз сол пайғамбарымыздың айтқанын істедік па біз? Хазрет Омар бұл сөзге шыдай алмай қатты жылады. Расында да пайғамбарымыздан кейін адамдар дүниеге беріліп кетті. Пайғамбарымыз айтқандай сіздердің дүниедегі жинағандарыңыз көшіп бара жатқан керуеннің жүгіндей ғана болсын деген еді. Не істеп жердік біз Расулуллахтан кейін, ей Омар деді. Сөйтіп екеуі тек қана бір-біріне жылаумен ғана жауап беріп сөз қатысып отырды. Таң атқанға дейін дейді. Сөйлей алмайды алғада екеуі де. Золла Абу Дардай фи Димашқа яғизу ахлаха ва юзаккирухум ва юаллимухумул китаба вал хикмата хатта атахул яқин. Хазреті Абу Дарда сол Димашқ қаласында адамдарға насихат айтып, оларға Алланың дінін үйретіп, Алланың кітабын, хикматты үйретіп, ажал жеткенге дейін сол Димашқ қаласында болды. فلما مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي قال ذنوبي قالوا وما تشتكي قال عفو ربي. Өлім халінде жатып ауырып жатқан кезде оған достары кіріп оған айтқан екен, не шағымың бар ей Абу Дарда деп. Не шағымың бар ей Абу Дарда деді. Сонда күнәларыма шағымым бар деді. Күнәларыма шағымданамын деді. Не қалауың бар деп еді. Раббымның кешіруін қалаймын деді. ثم قال لمن حوله لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله فما زال يرددها حتى فارق الحياة. Кейін қасындағыларға айтты.
Сендер маған ла илаха иллалла Мухаммад Расулулла деген калиманы талқин қылып айтып тұрыңдар. Олар айтып тұрды, сол кезде бұл кісі өмірмен қоштасты дейді. ولما لحق أبو الدرداء بجوار ربه رأى عوف ابن مالك الأشعري فيما يراه النائم مرجا أحزر فسيح الأرجاء ورف الأفياء فيه قبة عظيمة من أدم حولها غنم رابضة لم ترى العين مثلها قط فقال لمن هذا؟ فقيل له لعبد الرحمن بن عوف فطلع عليه عبد الرحمن من القبة وقال له يا ابن مالك هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك وسمعت ما لم تسمع أذنك ووجدت ما لم يخطر على قلبك فقال ابن مالك ولمن ذلك كله يا أبا محمد فقال أعده الله عز وجل لأبي الدرداء لأنه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر. Абу Дарда Раббысының құзырына кеткеннен кейін Ауф ибн Малик аш-Шаи деген кісі түсінде көрген екен бір нәрсені. Яғни бір жайлау, көкпенбек жайлау, айналасы кең, саясы ұзын, жап-жасыл бір күн, не дейді, күн түспей көкпенбек болып тұрады ғой. Сол жайлаудың ортасында теріден болған үлкен бір шатыр тұр. Оның айналасында бір қорада көп қой тұр. Оны ешбір көз өмір көрмеген дәрежеде көп қой тұр. Сонда әлгі Ауф ибн Малик деген кісі лимен хаза, бұл кімдікі деп таңғалып жатыр. Сонда әлгі түсінде болып жатыр ғой. Бұл Абдурахман ибн Ауфтікі деген сөз жетіп жатыр бұған. Сол кезде құббаның ішінен, әлгі шатырдың ішінен, үйдің ішінен, жайлаудың ортасындағы Абдурахман ибн Ауф, ұлық сахабалардан болған, сол кісі шығып, ибн Малик, әлгі таңғалып тұрған кісіге қарап, ибн Малик, бұл Алла тағаланың бізге берген, Құранның евазына берген, Құранның оқыған Құранымыз, амал еткен Құранымызға берген міне нығметі бұл бізге деп айтып жатыр. Сен егер дейді, енді Абдурахман ибн Ауф айтып жатыр, сен егер ана төбенің басына шығатын болсаң, сен сонда көзің көрмеген нәрсені көретін едің. Сенің құлағың естімеген нәрсені еститін едің. Сенің жүрегіңе, қалбыңа, өмір ойлап, ойыңа кірмеген нәрсені сен сол жерде көретін едің, деді. Сонда Ибн Малик таңғалып, әлгі нәрсені өзіне таңғалып тұр. Абдурахман ибн Маликтің ана сондай бір рахатта өмір сүріп жатқанын көріп. Оның барлығы кімдікі, ей Аба Мұхаммад деп Абдурахман ибн Ауфтан сұрағанда, сол кезде Абдурахман ибн Ауф айтқан екен, оның барлығын Алла тағала Абу Дардаға дайындап қойған. Өйткені ол бұл дүниеде дүниені екі алақанымен, көкірегімен итеретін еді. Сол үшін Алла тағала осы дүниеде сондай рахатты, байлықты дайындап қойған оған деген екен. Деп, бұл сахабаның да қиссасын аяқтаған екен. Алла тағала кейбір айтқан мағыналарымызда бір қате кемшіліктер болса, Алла бізді кешірсін. Бірақ қараңыздар, шындағы қандай ғажап. Әрине, сахабалар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары, ол аспандағы жұлдыздар сияқты. Оларға қайсы біріне елессеңіздер, қайсы біріне елессек те адаспайтынымыз анық. Бірақ Абу Дарда деген сияқты сахабалардың осы өмірі біздерге үлгі болса екен деп Алладан сұрайық, иншалла. Өйткені біз бұл айтып жатқан сөздерімізге амал қыла алмайтын, дүниені осы кітапта айтылғандай одан тәрк ете алмайтын бір бейшара пенделеріміз ғой. Біз дүниеге қызығып қоямыз. Біз бір жақсы көлік мінсек деп армандаймыз. Біз жақсы үйде тұрсақ деп армандаймыз. Жақсы тамақ жесек деп армандаймыз. Қалың төсекте жатсақ деп армандайтын бейшара пенделеріміз ғой. Бірақ мына сахабалардың өмірі біздерге аз ғана ойсап тұрса, сонда біз бүтіндей дүниенің иіріміне батып кетпейтін бе едік. Соны Алла тағала бізге нәсіп етсін, құрметті жамағат.
әрбір айтылып жатқан сахабалардың өмірі біздің жүректерімізге бір ой салса, біздің жүректеріміздегі имандарымызды кішкене бір қажай түссе, кішкене бір қатайта түссе, міне сол біздің пайдамыз иншалла. Басқа бір жерде мақсатымыз жоқ. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Rabbim Allah, ya Jaratuşiyemiz, bizlerge осы айтылып жатқан сахабалардың өмірін жүректерімізге әсер еткізіп, осы сахабалардай иманда, сахабалардай дін қызметінде болуды Алла Тағалам өзің нәсіп еткін. Ухиббус салихин ва ласту минхум лааллаллаха ярзуқунис салаха деген бар. Алланың сүйікті пенделерін жақсы көремін, бірақ өзіміз олардан емеспіз. Кәнеден Алла Тағала да бізді сол үлкен бақытпен ризықтандырса, бізге де соны Алла нәсіп етсе деп дұға тілейміз. Я Раббим Алла, елімізге амандық, жерімізге тыныштық беріп, асыл дініміз исламға Аллам өзің күш қуат бергін. Біздің жамағатымызға Алла Тағалам өзің илім бергін, ақ пен қараны ажыратушы илім бергін. Медресеміздің талабаларына, ұстаздарымызға Алла Тағалам өзің дін жолында аянбай қызмет етуді Алла Тағалам біздерге өзің нәсіп еткін. Дін жолында, дін қызметінде шаршамауға, дін қызметінде ерінбеуге, дін қызметінде қалай болса солай салғырт қараудан Алла Тағалам өзің бізді сақтағын. Ва саллиллахумма ала расулика ва Мухаммад, расулика Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин, би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.